أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Жоқтан бар еткен үйген қаннан жаратқан Алла Тағалаға сансыз мадақтар мен шүкірлер болсын. Екеуінің сардары пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға сәлемдер мен салауаттар болсын. Алла Тағала бүгінгі күнімізге баршаларыңызға құтты баянда берекелі етсін иншалла. Алла Тағала Бақара сүресінің 3-ші аятында әлләзине юъминуна, олар сенеді дейді, бил ғойби, ғайыпқа сенеді дейді. Ғайып дегеніміз адам денесі сезініп біле алмайтын тылсым дүние. Ва юқимуна салата, дұрыс оқиды намаздарын дейді. 5 уақыт намаз оқиды, үзбестен толық оқиды. Ва мимма разақнахум, және де біз берген ризықтарымыздан юнфиқун, еш қиналмастан жұмсайды дейді. Қараңыздар, құрметті бауырлар, аға қарындастар, әпкелер, шәкірттер, ұстаздар, Алла Тағаланың қалауымен сіздердің берген әрбір садақаларыңыз арқылы кеше сондай 13 отбасыға азық-түлікпен қамтамасыз етілді. Баршаларыңызға Алла Тағала екі дүниенің бақытын нәсіп етсін. Осындай мұсылмандар бір-біріне әрдайым жәрдемші болсын. Алла нәсіп етсін.